Қазір біз сіздермен шеңбер әдісі арқылы үй тапсырмасын тексереміз. Яғни қазір сіздерге бірнеше сұрақтар беріледі өткен тақырып бойынша, сіздер соған мүмкіндігінше жауап берсеңіздер. Бірінші, түйсіктің заңдылықтары. Түйсіктің қандай заңдылықтары бар? Түйсіктің заңдылықтарын атаңыз, сезгіштік пен табалдырық заңдылығының мәнісі неде? Деген сұрақ бірінші. Кім айтады? Ануарбек. Қандай заңдылықтары бар? Ақмарай давайыз. Негізі түйсік заңдылықтары екіге бөлінеді. Олар психофизикалық және психофизиологиялық екіге бөлінеді. Жақсы. Тағы да адаптация деген заңдылық бар еді ғой? Көп түсіндіреді. Мысалы, мен өткенде біз сабақта сіздермен талдап едік қой. Қандай адаптация дегеніміз қазақша? Бейімделген айта қойыңыз. Мысалы, мен айтуға болады. Жалпы бұл жерде сезім мүшелерінің бір бірегей бейімделуін айтамыз. Жаңағы адаптацияда түйсіктің сезіну мүшелерінің жаңағы күшеюі, азаюы осы адаптация. Мысалы келтіре аласыз ба бір мысал? Мысалы, қараңғы бөлмеге кіргенде. Қараңғы бөлмеге кірген кезде біз бірден жаңағы ол бөлмеге еніп кете алмаймыз. 3 секундтың ішінде сол бөлмеге біз көзімізді үйретіп аламыз. Жақсы, адаптация тақырыбы заңдылығын аштыңыздар. Келесі тағы қандай заңдылық бар бізде? Сенсибилизация. Кім айтады, айта қойса. Қазақша біз оны қалай айтамыз? Бірігіп айтамыз. Бірігіп айта қойыңыз. Бірігіп болады, себебі бұл жерде екі түйсік түрі бір-бірімен байланысады, яғни бірігеді. Мысалы үшін біз қызыл түстен жылулықты сезетін болсақ, ол түстен суықтықты сеземіз. Жақсы, бірақ бұл қандай құбылыс? Синестезия құбылысы, иә? Сенсибилизация дегеніміз ол қандай құбылыс? Ақнұр? Сезгіштіктің артуы, иә? Жақсы, сезгіштік пен табалдырық дейді. Бұл нешеге бөлінеді сезгіштік өзі? Екіге қандай? Жансая? Қандай? Сезгіштікті біз екіге бөлеміз, абсолюттік сезгіштік және айырма сезгіштік. Айырма сезгіштік. Жақсы, рахмет. Так, келесі. Балада түйсіктің дамуы. Балада түйсік дүниеге келген сәттен ең алдымен ода дәм түйсігі дамиды, себебі бала қант пен судан, сүттен айырмасын біле алады. Одан кейін жаңағы тері түйсігі дамиды, яғни ол көлемін ұстап сезе алады. Содан кейін барып оның көру түйсігі дамиды, яғни ол ұстаған заттың көлемін, түсін біле алады. Жақсы, рахмет. Кім толықтырады тағы да? Айтатындарыңыз бар ма? Жақсы. Келесі бізде үш сұрақ қалды, иә? Қандай сұрақ болады екен келесі қарай? Түйсік дегеніміз? Түйсік дегеніміз дүниені танып білудегі бастаудағы түйсік дегеніміз ол ішкі біздің айналамызда және ішкі жан дүниемізде не болып жатқанын хабар беріп отыратын қарапайым процесс. Жақсы, рахмет. Тағы да кім толықтырады? Түйсік дегеніміз ол жаңағы материалдық дүниедегі заттардың құбылыстардың жеке сипаттары мен жеке қасиеттерінің біздің мида бейнеленіп және де сезім мүшелерімізге әсер етуі. Жақсы. Ақнұр толықтыра біз түйсік арқылы белгілі бір заттардың иісін, жұмсақтығын, кедір бұдырлығын, оның яғни түйсік арқылы біздің сезім мүшеміз дамып отырады. Жақсы, рахмет. Ануар, Нұржан айтып кеткендей, психикалық процесс, түйсік жай психикалық процесс болғанымен, ол адамның жан дүниесіндегі шынайылық пен болмысты ажырата білуіне осы миға сигнал беріп отыратын процесстер. Жақсы, рахмет. Толық айтып шықтыңыз.
келесі бізде енді адаптация, сенсибилизация туралы жаңа айтып қояйық. Кішкене енді түйсіктің физиологиялық дамуы туралы, жалпы физиологиялық жағынан зерттеген ол кім? Павлов, иә. Анализатор туралы айтты, иә. Анализатор неше бөлікте тұрады? Үш бөлікте біреуін және ішке бөлінеді сезім мүшелері, нерв орталықтары және нерв талшықтары. Жақсы, рахмет. Яғни түйсік тақырыбы бойынша біз барлық сұрақтарды қамтыдық, иә. Толықтырып жалпы бір қорытынды айтатындарыңыз бар ма? Жалпы түйсіктің адам өмірінде алатын орны туралы қорытындылайды осы тақырып бойынша. Жалпы түйсіктің адам үшін маңызы бар ма? Егер бізде түйсік процесі, бұл процеске жатады ғой, дамымаса, бізде әрі қарай қиындай түседі деген, иә. Жақсы, рахмет. Келесі бізде мынандай бір экранға қараймыз қазір барлығымыз. Не жазған сізге? Қандай бейне көріп тұрсыз дейді. Кім не көріп тұр? Экраннан көріне ме сізге? Мынау бірінші суретте. Гүл, жапырақ. Тағы не көріп тұрсыздар? Адамның бейнесі, иә? Мысалы, мына жерде мына адамның басына ұқсайды екен, иә? Жақсы. Ал мына келесі суретте құс және жапырақты да көруге болады, иә? Иә, мына жерде мысалы жапырақ арқылы құстың бейнесін көруімізге болады. Келесі бейне мына жақта. Біреуіңіз ғана алып ал. Жаңағы су ағыны және де адам. Жақсы, Ефремайсыз не байқап тұрсыз? Жаңағы жаңағы құрғақшылық, сол адамның және жылқының бейнесін көріп тұрмын. Ал екінші жатқан адам, одан кейін екінші суретте бізде жаңағы жапырақтағы адамның бейнесін көріп. Жақсы, барлықтарыңызда сондай бейне қойылады. Яғни бір жаңағы суреттен екі бейнені, немесе бірнеше бейнені байқап тұрмыз, иә? Ал мына жақта, оң жақта не бейнеленген? Қыздар, айта қойыңыздар, тұрыңдар. Жылдам, уақыт алмай. Екінші суретте біз табиғатты көре аламыз, және де табиғатпен басқа адамның бейнесін көре аламыз. Жақсы. Тағы да не бар бұл жерде? Кім не көріп тұр? Атаның бейнесін көріп. Атаның да бейнесін байқауымызға болады, иә, өйткені қарт адамның. Ал мына жерде келесі суретте ағаштан түсіп жатқан жапырақтар және де қыздың бейнесін байқауымызға болады, иә? бедерде. Жақсы. Сіздер енді бірнеше бейнені көрдіңіздер. Осыдан не қорытынды шығаруға болады? Не айтасыздар? Бұл нені білдіреді сонда жаңағы? Айналамыздағы сыртқы дүниені біз миымызда қалай білмейміз сонда? Түйсіну. Түйсік арқылы не істейміз миымызда? Қалай бейнелейміз? Тұтастай бейнелейміз, иә? Яғни, біз енді өткен сабақта түйсік тақырыбын өткен кезде айтқан болатынбыз, иә? Заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерін сезім мүшелерінің көмегімен миымызда бейнелейміз, иә? Ал енді мына жерде сіздер заттар мен құбылыстардың жаңағы жалпы қасиеттеріне тоқталмай тұтастай қабылдап отырсыздар. Бізде енді жаңа тақырыбымыз қандай болады деп ойлайсыздар? Тақырып түйсік емес, түйсік тақырып қандай? Қабылдауға қатысы бар ма жаңа көрген бейнелеріңізде? Бар. Яғни біз айналадағы заттар мен құбылыстарды не істейміз? Тұтас күйінде миымызда бейнелейміз. Яғни түйсік пен қабылдаудың айырмашылығы сонда қабылдау ол затты тұтастай қабылдау. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың аты қабылдау және қабылдаудың ерекшеліктері. Яғни жалпы сіздер осы қабылдау деген психикалық процесс ол қандай процесс, қандай ерекшеліктері бар, қандай түрлері бар, соған тоқталамыз және де осы алған білімімізді тәжірибеде қолдану, яғни болашақта сіздер тәжірибеден өткен кезде, мектепке барған кезде, маман болған кезде осы жалпы қабылдаудың оқу процесіндегі жалпы адамның дамуындағы рөлі туралы түсініктеріңіз болу керек екен, иә? Енді
енді жоспар бойынша біз сіздермен қазір қабылдау және оның физиологиялық негізіне тоқталамыз. Сосын қабылдаудың негізгі ерекшеліктері, бақылау және бақыланбастық, кеңістік және уақытта қалай қабылдаймыз, иә? Так, келесі сіздерге экранға қарасаңыздар. Мына жерде экранда сіздерге қабылдаудың анықтамасы берілген. Кім оқиды? Жансая. Қиын болса, бері жақындауыңызға болады екен. Жалпы қабылдаудың әдебиеттерде толық берілетін анықтамасы қалай екен? Қабылдау дегеніміз заттар мен құбылыстардың миымызда тұтастай бейнеленуі болып табылады. Қабылдауда заттар мен құбылыстардың түсі, дыбысы, дәмі, иісі, формасы және тағы да басқа қасиеттері тұтас күйінде бейнеленеді. Мысалы, алманы қабылдауды алайық. Алма қызыл түсі, хош иісті, тәтті дәмі бір мезгілде әсер етеді де тұтас зат бейнесі пайда болады. Жақсы, рахмет, отыра қойыңыз. Яғни сонда қабылдау деген, жаңа алдында да айтып кеттім, заттар мен құбылыстардың тұтастай миымызда бейнеленуі. Түйсіктен айырмашылығы, түйсікте жеке қасиеттері бейнеленсе, сезім мүшесінің көмегімен тұтастай қабылданады екен, иә? Яғни біз оның түсін, дәмін, иісін, формасын барлығын тұтас күйінде қабылдаймыз. Мысалы, алманы, мысалға келтіріп қой мына жерде. Мысалы, алманы біз алма деп, яғни жалпы оның қызыл немесе жасыл түсті, домалақ түсте формалы екендігін, иісі бар екендігін, соның барлығын тұтас түрінде қабылдаймыз. Яғни миымызда бейнеленсе, біз оны қабылдау процесі деп атаймыз. Енді жаңа жоспар бойынша қабылдаудың жалпы физиологиялық жағынан зерттеу бойынша, яғни физиологиялық негізі неде жатыр? Яғни физиологиялық негізі бұл ми қыртысында анализаторлардың көмегімен болатын жаңағы процесс екен, жалпы уақытша байланыстар. Мысалы, қазір сіздерге мынадай тапсырма. Дәптерлеріңізге орындауға болады. Бүгінгі күні жазып, тақырыпта салыңыздар. Сіздерге мынадай кесте беріліп тұр. Кесте, тыңдаймыз, не істеу керек екен? Дұрыс ретпен орналастырыңыз дейді. Яғни қабылдау процесі қалай жүретіндігін дұрыс ретпен қою керек. Сіздерде 7 жаңағы қабылдау процесінің реті көрсетілген. Сіздер осыны мынау жанында берілген торкөздің ішіне цифрларды қоясыздар. Мысалы, түйсік тақырыбы өткен кезде анализатор тақырыбы қарастырылды, ол 3 бөліктен тұрады, жаңа өздеріңіз айттыңыздар. Қандай бөліктер? Сезім мүшесі, нерв талшықтары, нерв орталықтары. Сезім мүшесі, нерв талшықтары, нерв орталықтары. Енді сол алған ақпараттарымызға сүйене отырып, осы жерде тұрған жаңағы қабылдау процесі қалай жүзеге асады, ойланып көріңіздер. Өздеріңіз жаңағы дәптерлеріңізге орналастырып көріңіздер. Бірінші, не болуы мүмкін деп ойлайсыздар осы жерде? Басынан бастайықшы. Не болады? Жеке жасушаларына тітіркену бола ма? Ми аймағында сигнал бола ма? Немесе әсер ету ма? Ең бірінші қайсы болуы мүмкін? Әсер ету. Енді әрі қарай өздеріңіз орналастырыңыздар. Әсер етуді бірі деп қоясыздар. Келесі қай процесс болуы мүмкін? Орналастырып көріңіздер, сосын өздеріңізді тексересіздер. Көріне ма екен сіздерге? Дауыстап оқиын ба? Көрінетін. Жылдамырақ. 1 минуттың ішінде орналастыруға тырысыңыздар. Бәрін жазудың қажеті емес, тек цифрларға қойылады. Жақсы. Кім айтады? Кім тапсырманы қалай орындағандығын кім айтылады? Тасу. Тасу. Кім айтады? Жылдам. Аида? Аида, айтамыз. Қалай орналастырыңыз? Бірінші қайсы болуы мүмкін? Не орындадыңыз айта беріңіз. Сосын қалған студенттер сіздер толықтырасыздар. Дұрыс па, қате ме,
ойларыңызды айтасыздар, иә? Аида, тұра қойыңыз. Бірінші жаңағы әсер етуді алдым, одан кейін Әсер ету. ми аймағындағы сигналдар, екіншісі мидағы қозу, одан кейін қабылдау, одан кейін Толықтай, иә? Дұрыс па, Хасима? Кім айтады? Ануарбек, сіз қалай орналастырдыңыз? Мен әсер ету, сосын рецепторлар дедіңіз, себебі сезім мүшесі арқылы өзімізге сигнал беріп, сосын үшінші жүйке жасушаларында тітіркену дедім, төртінші мидағы қозу, сосын ми аймағындағы сигналдар, одан кейін барып тұрып қабылдау дедім. Ең соңғы қабылдау. Жақсы. Тағы кім толықтырады? Жақсы. Жарайды, сіздер жалпы ойландыңыздар, иә? Қиындық бар ма? Енді жауапты көріңіздер. Кімдікі сәйкес келді? Бірінші, әсер ету. Дұрыс қой? Яғни заттар бізге тітіркендіргіш әсер етеді. Мысалы, мен қолыма қазір қатты басатын болсам, маған тітіркендіргіш әсер етті тері түйсігіне, иә? Келесі екінші, анализатор. Анализатор дегеніміз ол неге? Сырттан келетін нәрсені қабылдау. Анализатордан кейін бізде рецепторлар, ол жаңағы сезім мүшелерінде орналасқан, иә, тітіркендіргіштің әсерін қабылдайтын. Келесі, жүйке жасушаларында тітіркену бола ма? Болады. Яғни ол сезім мүшелерінде орналасқан жасушаларда. Келесі, ми аймағына сигнал беріледі, иә? Содан кейін мида қозу пайда болады, яғни сол арқылы біз заттар мен құбылыстарды қабылдаймыз. Түсінікті ме бұл? Жақсы. Яғни бұл жаңағы қабылдау қалай жүзеге асатындығын біз физиологиялық тұрғыдан қарастырдық, иә? Келесі, жалпы сіздер білесіздер, ақпаратты біз әртүрлі сезім мүшелерінің көмегімен қабылдаймыз, иә? Қарап отырыңыздар, экранда 90% біз не арқылы қабылдайды? Көру арқылы, иә? Яғни көз арқылы, көру арқылы 90% қабылдаймыз, құлақ арқылы 9% ақпаратты қабылдаймыз, және басқа да сезім мүшелерінің көмегімен 1% қабылдайды екенбіз, иә? Осыған келсеңіздер ма? Яғни біз ең жаңағы 90% көру арқылы дейді екен, иә? Жақсы. Келесі, тағы да мынандай сіздерге бейнелер берілген. Бірінші тұрған ол бейнеде не бейнеленген? Кім не көрді? Қандай адам? Жан. Қыз бала, бойжеткен, иә? Жас қыз. Сосын тағы кімді көруге болады? Мен жас қызды көріп тұрмын, тағы кім не көріп тұрмын? Ер адамды көріп тұрсыз сіз, тағы да кім не көріп тұр? Қыздар жылдамдықтан кесесіз. Қарт адамды көріп тұрғандарыңыз бар ма? Мына қараңыздаршы. Мысалы мынау аузы, мынау орамалы, шашы, мынау мұрны, мына жерде. Көрдіңіздер ме қарт адамды? Үлкен кісіні көруге болады, иә, бірінші бейнеде, және жас қызды көруге болады. Көрдіңіздер ме? Үлкен адамды да көруге болады, иә, жақсы. Мынау екінші суретте қандай? Адам бейнесі. Екі адамды бейнесі. Одан кейін ыдыс Базаны көреміз, иә? Яғни бір-біріне қарама-қарсы қарап тұрған екі адам және де базаны байқауға болады, иә? Ал мынау келесі суретте не байқадыңыздар? Бір құстың басы. Адам бейнесі.